Сәлем достар. Бүгін біз таза ауада қазан ошаққа балық сорпасын дайындадық. Шіркін-ай, Ақкөлімізден жаңа ғана ауланып келген балғын балықтардан дайындалған сорпаға не жетсін. Уханы дайындап болғаннан кейін артынан балық қуырдық. Ал достар, бұған дейінгі процестер бәріңізге қызық болар. Ендеше кеттік көреміз. Достар, үш нәрсеге үздіксіз қарай беруге болады. Олар от, су және сол судағы жүзіп жүрген балықтарды тамашалау. Қарасаң көз тояды. Кешір достым, сенде жазы жоқ, менде азы жоқ деп, бұл балықты ұстап алдым да терісін сыпырып тастадым. Мына балада шауып бара жатыр екен, оны да қағып алып тазалап алдым. Әрине достар, бұл көлден ауланған балықтар. Қызықтау үшін өзенге бір жіберіп алған болатынмын. Күздің әсем табиғаты мен судың сылдырап аққан дауысы тамаша емес пе? Балықтарымызды ашып тазалап алдық. Енді қуыратын балықтарымызды маринадтап қоямыз. Бүгін біз сазан мен жылан балықты қуырамыз. Алдымен барлығын осылай турап алып, тұз бен ұнтақталған қара бұрыш саламыз. Жақсылап араластырып, тұзы мен бұрышы сіңгенше қойып қоямыз. Ал енді достар, балық сорпасын жасауға кірісеміз. Алдымен көкөністерімізді ашып аламыз. Мына картопты ашығанды анам көрмесін. Мінекей барлық көкөністі ашып алдық. Енді шетінен турауға кірісеміз. Алдымен пиязды тураймыз. Одан кейін сәбізді домалақтап кесіп аламыз. Картопты да осылай кесеміз. Артынан қызыл болгар бұрышы мен сарымсақты тураймыз.
Енді балықтарды ірі бөліктерге бөліп аламыз. Біз сорпамызды сазан, карась және леш балықтарынан жасаймыз. Мінекей бәрін дайындап алдық. Енді от жағып, қазанды отқа қоямыз. Алдымен балықтарды қазанға салып, үстінен су құямыз. Бетін жауып қайнағанша күтеміз. Бір қайнатып алған соң көбіктерін аламыз. Одан кейін көкөністерді шетінен сала береміз. Артынан дәміне қарай тұз бен дәмдеуіштерін саламыз. Мінекей достар, ухамыз дайын болды. Иісі неткен керемет. Ал кеттік, енді балық қуыруға кірісеміз. Алдымен табамызға май құйып қыздырып аламыз. Маринаттаған балықтарды ұнға ұнатып, шетінен қуыруды бастаймыз. Дайын болған балықтарды алып, келесі бөлігін қуыра береміз. Піскен балықтарымыздың бетіне пияз салып шамалы қойып қоямыз. Ал енді бисмилля деп дәмін көреміз. Дәмінің кереметін ай достар, прямо қытырлап тұр ғой. Бұны тілмен жеткізу мүмкін емес. Тек жеп көру керек. Достар, арнамызға тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Сонда жаңа шыққан видеоларымызды бірінші болып көретін боласыздар. Ас болсын.